Barşağa sәлем, biz бүгін осындай шарлотка пирогын пісіретін боламыз, өте дәмді болып шығады. Менің YouTube каналым бар, соған жазып кетіңіздер. Оңашаны басып қойыңыздар. Үлкен рахмет. Елдің бәрі осылай сөйлеп жатқасын, мен де осылай сөйлейін деп көрдім. Олай болса кеттік, маған керегі 5 жұмыртқа, оған бір стакан қант қостым. Және видеодағыдай миксермен араластырдым. Енді онымды осылай ситадан өткізіп, үстіне разрыхлителімді салып, жұмыртқама салдым. Және жақсылап араластырдым. Енді осының үстіне шиқмайымызды құйып миксермен біркелкі болғанша араластырып алдым. Енді алмамызды дайындаймыз. Сыртын ашсаң сырты болады, немесе ашмасаң болады. Кубик қылып ішіне салдым. Ал осылай жұқалап тұраған алмаларымды протеин түбіне осылай әдемі қылып орналастырып шықтым. Енді бұның үстіне осы міне шарлотка пирогымды салып шығамын. Және духовкада 30-40 минутта пісіріп алдым. Міне өте жұмсақ болып шығады.